Қазақстанда мемлекеттік әскерден бөлек қарулы топ құруға тыйым салынған, яғни мен қаншалықты бай миллиардер болсам да, өзіме жеке әскери компания құра алмаймын. Бұл елдің тұтастығы үшін қажет. Дәл осындай заң Ресейде де бар, алайда Ресейдегі бұл заң барыс туралы заңға, яғни боевой армейский резерв страны деп аталатын заңға қайшы. Қысқасы, біз бүгін Ресейдегі жеке меншік жалдамалы әскерлер туралы, оның Қазақстанға қаупі жайлы айтамыз. Армысыз көрермен, бұл қарапайым экономика арнасы және оның жүргізушісі мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Дәл қазір Ресейде 10-нан астам ірі жекеменшік әскерлер бар. Олар оны ЧВК, яғни частные военные компании деп атайды. Қазақшасы жекеменшік әскери компания. Оларға Бахмутта Украинамен қақтығысып жатқан Вагнер жалдамалы жеке әскери компаниясы және Кадыровтың жеке спецназы, олардан бөлек Газпромның Редут жасағы, сол сияқты тағы да Поток, Пламя, Факел деп аталатын әскерлер жатады. Бұл әскерлер Ресей Федерациясының армиясы болып есептелмейді. Мысалға, өзіңіз ойлап көріңізші, Қазақ-мыстың өзінің армиясы болса. Әрине, бізде ол мүмкін емес сияқты. Бірақ та Ресейдегі Газпромның өзінің әскері бар. Газпромға Миллер иелік етеді. Ол әскерді қаржыландырушы олигарх Геннадий Тимченко, яғни Редут жекеменшік әскері Тимченконың жеке армиясы болып шыға келеді. Сол сияқты Ресейдегі Трансмаш холдингтің иесі Бокаревтің өзінің әскері бар. Ал Кадыровтың гвардиясы және спецназдары да бар. Ал Евгений Пригожиннің өзінің жеке жалдамалы әскері бар. Олардың өзінің формасы, эмблемасы, тіпті логотипі де бар. Егер бұл әскерлердің арасында біреу ерлік жасаса, оған мемлекеттен ешқандай орден, медаль берілмейді, себебі ол мемлекеттің армиясы болып есептелмейді. Есесіне ақшасы жақсы төленеді. Болса болсын, онда тұрған не бар деп ойлауыңыз мүмкін, алайда бұл жақсылыққа алып бармайды, тіпті Қазақстанға да қауіпті болуы мүмкін. Яғни Путин күш кімде болса, билікте сонда болады деген жаңа ережені енгізді. Бұрын ел басқаруға саяси күш қажет болса, енді әскери күш те жеткілікті болып сезінілді. Енді қолында қаржысы мен қауқары барлардың бәрі өзі үшін жеке әскер жасақтауға көшкендей. Ал ел тұтастығын сақтау үшін әскер мен қарулы күштердің монополиясын орнату аса маңызды. Мысалға, Сомалиде әскери топтар аса көп, біріне-бірі бағынбайды. Бір орталықтағы ресми басшы да жоқ. Ылғи қанды қырғын шайқастар елдің берекесін әбден қашырып болған. Енді осындай жағдай Ресейде де қайталануы мүмкін. Олай айтуға себеп те бар. Мысал ретінде Вагнер жекеменшік әскери жасағы жайлы айтып өтетін боламыз. Естігенде таң қалатын боласыз. Ал қазір қарапайым экономика арнасына тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Украинаның Бахмут қаласындағы қанды қырғынды ұйымдастырған Вагнер жекеменшік әскери компаниясының құрған адам Дмитрий Утков. Бұл тұлғаның суретін табудың өзі бізге оңайға соқпады. Бұрын ГРУ-да спецназ болған офицер 2013 жылы отставкаға шығады да Morgan Security Groupпен байланысып Вагнер әскери жасағын құрады. Кейіннен бұл топты Евгений Пригожин басқарып тұрған шақта осы әскери топқа 72 миллиард рубль қаржының құйылғаны туралы ақпарат тараған. Ал қазір бұл әскери топ жай ғана қарулы әскер емес, Вагнерде қазір бронетехникалары мен тіпті артиллериясы бар үлкен армияға айналды. Ал оның басшысы Пригожин Ресей қорғаныс министрі Шойгуды айыптай сөйлеп, кінә артуды шығарған, яғни бөлінудің алғашқы белгілері сезіліп келеді. 90-шы жылдары КСРО тарағанда неге азаматтық соғыс болмады? Себебі елде бандалық рэкеттік топтар болғанымен қарулы әскери топтар болған жоқ. Ал енді Ресей Федерациясы бөліну мен ыдыраудың алдында тұрған кезде әрбір екінші олигархтың өз әскері бар десек те болады. Бұл үлкен қақтығысқа, соғысқа алып келуі мүмкін. Ресей мұнайы, газы, алмазы мен ураны үшін азаматтық соғысқа. Ал бұл Қазақстан үшін тіпті де жақсы емес. Ресей мен шекарамыз әлемдегі құрлықтағы ең ұзын шекара екенін ескерсек, Ресейдегі болуы мүмкін азаматтық соғыс біз үшін де аса қауіпті болмақ. Көршіңіздің балалары бұзықтық жасап, бірімен-бірі атысып жатса, қалай тыныш ұйықтауға болады? Бізге әскери күш қуатымызды нығайта түсу артық етпес еді. Сіз қалай ойлайсыз? Осыдан 9 ай бұрын біз Ресейдегі, анығында Мәскеудегі мұсылмандар жайлы видео зерттеу жасаған болатынбыз. Мәскеу ислам дінінің астанасына айналуы мүмкін бе?
қазіргі Кремльдің орнында әлемдегі ең үлкен мешіт болады деген жорамалға қаншалықты қисынға келеді? Экраныңызға шығып та тұрған болар, өтіп көріп шығыңыз. Ал біз сізбен қоштаспаймыз, аман сау болыңыз дейміз.